could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hello достар, сізбен бірге CJ арнасы. Бүгін біз Clash Royale'дан екінші Let's Play-ні жалғастырамыз. Алдыңғы жолы біз 2 атака жасаған болатынбыз. Оның екеуіне де жеңдік. Бүгін біз тағы да атака жасайтын боламыз. Атака жасамай тұрып, біз сундук ашып жіберейік. Кеттік. Не береді екен? 30 монет золото бер. 1 миллион. Сосын 4 гоблин копейщик. Енді келесі міне бесплатный сундук ашайын. Золото 37 золото берді. Подревниктен біреуін берді. Копейщик гоблиннен 4-еуін берді. Ал келесі бұда 37 золото 4 миллион. Сосын бізге маленький драгон эпическая карта берді. Ал кеттік. Енді біз мынаны ашып жіберейік. Енді біз атакамызды жалғастыратын боламыз. Кеттік. Ал тапты бірден. Мен алдыңғы составпен шығатын болам. Составпен шығам. Сол составты атака жасайтын боламыз. Кеттік ал. Сейткейн дейді. Бірінші біз нені электрді толтырып алуымыз керек. Міне іште не жіберген кезде не жіберу керек. Рыцарь жібереді ғой. Сол кезде варвар жіберу керек. Міне 7 мен 4 дейді. Қазір мен гигант жіберетін боламыз. Міне гигант. Сосын артынан кабанды жіберіп көрейік. Жоқ, кабан емес, мушкеттер жіберейік. Мысалы, осы жағына көріп отқандарыңыздай, гигантқа қарай шабуыл жасап отыр, бәрі көріп отқандарыңыздай. Артында нелер атты өтті. Міне уже 1 жылға кетті өдейм. 1 жұлдыз, міне, көріп отқандарыңыздай. Ал біз толтырып алайық, күте тұрайық шамалы. Міне стрел, міне, осындай кезде көп талпа істеп жүргенде стрел дайын тұру керек. Стрел жібердік болды, 2 ақ жіберіп алды. Міне варвар жібереміз. Кетті өш. Варварлар рыцарды алып түседі, оп-оңай. Рыцарымыз, рыцар деп айтсам, қателестім ойым. Ал шеттен не жібереміз? Так, Пекка жіберейік ал. Осының артынан подревник. Міне өже кетті. Қазір біз гигант жіберетін боламыз. Кеттік, гигант. Артынан лошынца жібереміз. Міне лошынца. Болады. Нормально. Міне көріп отқандарыңыздай гигант атып жатыр, артында аналар атып тұрады. Ой, атсаймыз, қорықпайсыз. Атсаймыз, қазір көресіңдер. Так, бізге атака жасасын, сосын біз атакамен кіріп кетуіміз керек. Міне, варварды қоямыз. Артынан мушкеттер жібереміз. Бірден 3 жылға кіріп кету керек. Пекканы жібереміз. Мини Пекка. Ал, болды бұл. Қазір бірісін ішке жақындағасын, гигантты жібердім боламыз. Міне гигант. Стрел. Міне осындай стрел дайын тұр. Болды. Міне енді артынан подревник жіберейік. Так, кала. Варвар. Кабанды жібердім. Көріңіздер. Мені Пекка кетті. 3 жылға кетті өйдім. Болды. Көріңіздер. Жақсы атака кетті деп ойлайым. Есеп 3-0. 3 жылға. Енді келесі атакамыз жалғастыратын боламыз. Егер видео ұнап жатса, лайк басыңдар, комментарийға жазыңдар, каналға тіркеліп кетіңдер. Жақсы Let's Play түсіреміз алда. Келесі атаканы жалғастырайық. Так, кеттік. Так, атака жіберсін. Атака жібереміз. Жоқта. Қарай барады екен көріп алып. Ешке бір лошынца жіберіп қояқ.
сосын жаймен жақындағасын варвар жіберетін боламыз. Ол жақындасын. Варвар дайындап қойып, міне театр варвар жібереміз. Мини пикканың қасына жіберіп қойсып. Болды. Неге жіберген білмеймін. Болды. Бірінші зайштерде отыруымыз керек, өйткені аналар атака жасап алсын, біз атакамен қайттан кіріп кетуіміз керек. Болды, ұшақ жаңағы. Бізден ештеңе болмай тұр. Жібере тұрақ әзірше. Сосын мушкеттер жіберетін боламыз. Сосын ушинцаны жібереміз. Енді оған шейін гиганттайым болмаса, кабанды жіберге болады. Жоқ, жібермеу керек. Міне. О, гигант әдемі жерде дайын болды. Міне, гигант кат деген ойдамын. Гигант кат. О, міне бір жыл кетті өз көрдіңіздер. Ал, не істейді екен көрейік. Біз кабан жіберіп жоқ болмайды, кабан жіберуге. Тұра берсін. Біз эликсиріміз толтырып алайық бірінші, сосын атака жіберетін боламыз. Қане жіберден көреміз. Біз стрел жіберетін ештіке. Сосын нан жіберек, сосын мушкеттер жібереміз. Міне мушкеттер. Кетті. Ал нешті енді гигант дайын болады шығар, осы нешке келем деген шейін. Дайын болмайым екен. Онда кабан жіберек. Жоқ, кабан жібермей тұрады. Гигант. Болды, гигантты жіберді. Енді артына кабан жіберетін боламыз. Міне кетті кабан. Кабанның бір жақсы жері башняға бірде атака жасайды. Болды, 3 жылдызға кетті міне. Міне көріп тұрғандарыңыздай 3 жылдызға алдық. Осы составты құрып алуыңызға болады. Қазір мен көрсететін болам қандай состав екен. Так, бұл жақсы атака болды деген ойдамын. Екі рет шықтық, соның екеуінде де жеңдік. Міне мен составымды көрсетейін сіздерге. Міне көріңіздер, составым міне. Осы атакамен шығуға да болады. Міне осы атакамен шығыңыздар деп өзім ұсыныс берем. Егер осы состав ұнаса, өздеріңіздің қалаудаңызға сақтап алыңыздар. Ал ендеше біз летсплейімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.